Selamun Aleyküm. İstanbul kalasındamız. İstanbul kalasının eski kala. Eski kalanın burungi kalanın adı Konstantinopol edi. Araplar Al-Kustantiniye deydi. So Konstantinopol kalasının kabırgası. Burungi İstanbul kalasının kabırgası. Kabırganın 22 şahırım özü. So kabırganın esiklerin biri esik. Esik so biri esiklerin biri. Ol esiktin erekşidegi Osmanlı İmperiyası kezinde sultanların biri Muhammed el-Fatih degen sultan 21 yaşında os kalany jawalap alam degen. Ötkeni Peygamberimiz sallallahu aytkan bir hadisi var. İstanbul kalaсын jawalap alasınдар. Jawalap alатын başı kanday keremet, askerleri kanday keremet degen hadistegi adam men bolатын şagırmын деп сол үмітпенен осы қалаға келген. Осы жерлерде 53 күн осы жерге қаланы ашамын деп аскерлерімен күткен. Қазір мына жерде метро жүреді, мына жерде автобус жүреді. Бұрынғы заманда адамдар келсе, қазір тіріліп келсе, шок болатын шығар. Не болып кетті мына жерлер деп. Осы жерде 53 күн күтіп, 54-ші күн немесе 53-ші күн Алла Таала сол кісіге нәсіп етіп, сол аскерлерге нәсіп етіп, осы қаланы ашқан. Мына есіктің ерекшелігі қаланы ашқаннан кейін Мұхаммед әл-Фатих сұлтан, әл-Фатих деген лақабы, яғни жаулап алушы. Өзінің аты Мұхаммед, 21 жасында осы қаланы ашқанда, жаулап алғанда, мына есіктен кірген дейді. Міне, бұл есіктің ерекшелігі, осы есіктен өзімен ұстазы Шамсаддин дейді ма, есіме шығып кетті. Сол ұстазыменен осы есіктен кірген, қаланы жаулап алғанда. Мына жерде де бір жазу бар. Мына жерде көптесеңіздер жазу міне. Осы жазуда көрсетеді, жақындап көрсетейін. Мынау қазір қаланың сырты. Константинопол бұрын қаланың сырты. Іш жағына да кіреміз, көрсетем. Мына жерде қараңыздар міне. Peygamberimiz sallallahu hadisini жазған ана жерде жоғарыда міне. Hadisi жазған. Ана жерде нешінші жыл? 1423 жыл сейсенбі күні азанда дейді саба. Сейсенбі күні 1423 азанында таңында осы қаланы жаулап алды. Осы есіктен кірген Muhammed el-Fatih. Сол кісінің кірген есіктемізде кірейік. Бисмилlah. Кіргенмін бағана, бірақ сіздермен бөлек кірейік дегенім ғой. Мына жерде солдаттар тұратын еді кезінде. Сол баяғы замандағы кірпіштері, тастары. Қанша жыл болған? Шамамен айтсам 1500 жыл. 1500 жыл болған. Қателеспесем енді шамамен айтып жатырмын. Мына қаланың ішіне кірдік. Мына қаланың іші, Константинополдың іші. Мына жерде сол баяғы замандан шіркеу. Әрмендердің шіркеу деп аталады. Мына қаланың ішіне кірдік. Константинопол деген. Арабтар Ал-Кустантиния дейді. Осы қаланы жаулап аласың деген Пейғамбарымыздың хадисі бар. Ол қаланың жаулап алуы Пайғамбар саллаллаху пайғамбар болғанын белгілерінен бірі. Мұғжизаттарының бірі. Тарих бойынша бұл қаланы 27 мәрте шабуыл жасалған. 20 мәртесі исламдан бұрын, 7-і исламдан кейін 28-ші кезінде Мұхаммед әл-Фатихқа нәсіп болған осы қаланы ашу. Мына есіктің іш жағы, қаланың іш жағы.
Ең алғашқы мұсылмандардың шабылуының ең алғашқы бірінші мәртесінде сахаби Абу Айюб ал-Ансари 80 жасында мүмкін, қателеспесем, сол шабуылда болған. Сөйтіп айтқан, қайтыс болсам, мені осы қабырғаның етегінде көміп жерлеп кетіңдер деген. Сөйтіп ар жақты мына қабырғаның сырт жағына жерленген. Қазір зираты белгілі. Мына қабырғаның ар жағында бір мешіт бар. Сол мешіттің жерлеп, сол қасында мешіт көтерілген. Жаңа қалан іші. Сөйтіп осы есіктен мына қабырға кетеді. Ары қарай теңіз жаққа барады, теңізден бұрылады. Осы қабырға бұрынғы замандан келе жатыр. 14-15 ғасырдан бері. Мына есікте айтқандай, Мұхаммад әл-Фатих 21 жасында осы қаланы жаулап алған кезде осы есіктен кірген.